Мынау енді жаңағы мотоциклдегі коммутатор деп есептейік. Бұда 1, 2, 3, 4, 5, 6 штикердің орны тұрады. Бұлар негізі 100 немесе 110 куб мотоциклдерде кезігеді. Осыдағы 6-ауындағы ең біріншісіне кіретіні, ең бірінші штикерге кіретіні қара көк. Қара көк. Ал енді мына жақтағы 4-ші ұяшыққа кіретіні ол жасыл. Жасыл, яғни массовой. Енді осы екеуі бірдей көбінесе датчик холлдан шығады. Осы екеуі бірдей негізі. Осы екі токте датчик холлдан шығады. Датчик холлдан шығады. Енді кейбір мотоциклдердегі бұл динамоның өзгерісіне байланысты жасыл масса динамодан да шығады. Жасыл масса кей кездерде динамодан да шыға береді. Жасыл масса. Енді ол жаңағы динамодағы ток жолына байланысты. Ал енді коммутаторға келетіні осылай келе береді. Бұл жерде екіншісінде мүлдем бос тұрады екінші штикер. Ал үшіншісі бұл жаңағы сіздерге үшіншісі емес, алдымен алтыншысын айтайын. Енді мына екеуі коммутаторға келген ток, енді үшінші ток коммутаторға, яғни 3 ток келеді. Үшінші ток коммутаторға қызыл сызықты қара. Қара, қызыл деп қояйын. Бұл динамодан келеді. Динамодан келеді. Осы 3 ток коммутаторға келген кезде ғана бұл коммутатор ток шығарып беріледі. Мына үшінші штикерден кетеді. Үшінші штикерден немеге кетеді. Катышқа, зажиганияға кетеді. Катышқа, зажиганияға осы тартан кетеді. Бұл енді көп жағдайда сары сызықта қара тоқсын болып келеді бұл. Мұндағы жаңағы екіншісінде ток болмайды. Ал енді бесіншісі бұдан көбінесе ақ ток шығады. Бұл мотоциклді сөндіруге жұмыс жасайды. Жақсы, бүгінгі видео осы жерге дейін болсын. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар. Келесі видеоны жіберіп алмау үшін міндетті түрде каналға тіркеліп жазылып кетіңіздер. Егер қандай да бір түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, профилда WhatsApp нөмірі бар, сол жерге шығып хабарласуларыңызға болады.